Ай, сен қолдасаң асқақтап тұр мерейім, қошеметің үлдемен бүлдедейін. Қасымда өнербектей досым отыр, жыртайын деп жұрт үшін жыр көмейін. Бізге берген бауырым уақыт қысқа, өзіңе кезек беріп үлгерейін. Айтыс деген табан асты сөз табу ғой, айтысқа бейімбекен тіл көмейін. Әй, шәкіртке сабақ бергіш ұстазсың ғой, шапқа-шапқа қалайсың бір көрейін. Жарасар ел сенімін ақтасақты, Абайжан бар күшіңді топқа сақтап, шапқа-шапқа қалайсың деп жатырсың. Ұят қой, сөз табалмай тоқтасақта. Шырағым өнербектен күмәнданба, күн сайын біз айтысып жатпасақта. Шәкірті салауатпен сағадаттың, шатқаяқтап қалмайды шапpa-шапта. Әгегәгім, әгегәгім. Қарсыласқа несіне тірелейін, бұған қарап несіне түнерейін. Бүгіп келген бірдеңең бар секілді, мен бірақ оған бола жүдемейін. Армағым бүгіп келген бұл абайдың, қос тізесін бүктіріп жіберейін. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Әй, үстінде отырып ап сен үстелдің, басым бастап кеттің ғой көп істердің. Қос тізеңді бүктірем деп қояды, ол сөзіңді мен сенің теріс көрдім. Басың кесіп алса да қыңқ етпеген Махамбет түстағысы тегіс жердің. Солардың ұрпағы болып жүргеннен соң, ерлігім бабамның мен істермін. Әй, намаздан басқа жерде бүгілмейді-ау, тізесі адай менен беріштердің. Басыңдағы өнерді бақ демей ме? Аллам өнер қойғасын сап көмейге. Қонағына мынауың не деп отыр? Бұл әлде қазақтықтан қатты өгей ме? Өнербек жөн білетін жігіт болса, шапан жауып астыңа ат демей ме? Әй, қонаққа қос тізеңді бүктігенше, қос жастықтап жайықта жат демей ме? Амалымызды бұлдамайық, еткен амалымызды бұлдамайық. Бауырым шапқан сайын шыңдалайық. Адай менен берішті бөлектейсің, біз олай рушылдықпен жырламайық. Жаратқанның алдында түзе бүгу, тән амал әр мұсылман құлға лайық. Қажап күндеп бір-бірін өспейді адам, қазақпын деп қашанда бір болайық. Руымен мақтанатын емес бауырым, туымен мақтанатын ұл болайық. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Абайжан ақын деген атыңшын ғой, өзіңше сөйлегенде батылсың ғой. Жан бастап құс төсекте жатпадым дейд, жақсылықты түсінбей отырсың ғой. Дәлгеше қонақ үйге жайғастырдым, жақсыны білмейді, көрмейді ғын ақынсың ғой. Қалтаңнан бір тиында шыққаны жоқ, шалқаңнан қонақ үйде жатырсың ғой. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Бір қайыр жүрейін. Әй, шалапыла сөзіңнің шатысы жоқ, шатысы көп. Нақты қылып айтсаң да нақышы жоқ. Шалқайып қонақ үйде жаттың дей ме? Өзінше сыйластықтың сатысы боп, ол қонағы Ибрагим ағамдікі, Абайдың сенде кеткен ақысы жоқ. Әй, жатырсам өз ағамның үй емес пе? Өнербек оның саған қатысы жоқ. Әй, келмейді арзан сөйлеп майдаланғым, ақ сөйлейм деп қолыма байрақ алдым. Ұруыммен мақтанып жатқан жоқпын, ұрухы сондай еді қайманамның. Ағамыздың жатқызған қонақ үйін, келіп тұрма өзіңе пайдаланғың. Сенен еш сыйластықты көрмедік қой, сен өзі
ұрпағысың қай бабаңның. Шынымен сыйлағыш болсаң егер, кешеліден алдынап бай балаңның. Әй, шалқайып қонақ үйде жатсың демей, шаңыраңға шақырсаң қайда қалдың. Абайжан берілгенде енді ашуға, болама жалған сөйлеп жер басуға, жатқан жерге қатысың жоқ деп жатыр. Жақсылықты білмейсің сен расында, абайды қосайық деп қой шекеңе, бұл жерге сен алдырған мен расында. Мен айтпасам шалқайып жатпақ түгіл, талтайып отырмасың сен қасында. Әгегәң ескерту атыр, қазыларға қараңыздар. Өзің біл мәтел десең мақалдасаң, қалыспаймын өзіңмен қатар басам. Төріңе шығармадың деп жатыр ғой, ренжімет үйімнен дәм таталмасаң. Біреудің үйін жалдап жүрмін өзім, себебі сол жан бастап жаталмасаң. Бұйырыс Алла бір үйді нәсіп етер, Атыраудың қасымы атанбасам. Осы жолы жағдай сондай, мен үйіме келесі келгеніңде апармасам. Әгегәң